Аға, не істеріңіз болса, мына коллекторларға қатысты пікірін айтқан қарындасымыз бар ғой. Сөйтсек, ол қарындасымыз осы коллекторларды жұмыс істеп бастап жатыр екен. Оларға коллекторлық агенттіктің басшылары айтады екен, қысым жасама деп айтады. Соған қарағанда, бұл коллекторлық агенттік оны жөні түзу, сондай коллекторлық агенттік. Біздер жаңағы қақпас дейтін, арсыз дейтін, имансыз дейтін коллекторлар, ол қай коллекторлар? Соған түсіндірме беріп кетейін онда, түсінбестікке жол бермеу үшін. Ол шынымен де арсыздыққа, имансыздыққа, қақпастыққа жол беретін коллекторлар. Олар қалай береді? Олар ешнәрсеге қарамайды. Коллекторлық қызмет туралы заңға да қарамайды, азаматтық кодекстегі талаптарға да қарамайды, конституциядағы заңға да, дербес деректер туралы заңға да қарамайды. Адамдардың дербес деректерін таратып, олардың психологиялық тұрғыдан жалпы жанына күйзеліс ұйымдастыратын әрекеттерді, күйзеліс беретін әрекеттерді жасап, қоңырау шалу күні-түні бірнеше мәрте, түн демейді, күн демейді. Сосын таныстарға, туыстарға, көршілерге, жұмысқа хабарласып, осылай да осылай деп бұлап әңгімелерді айтатын коллекторларды айтамыз. Ал енді заңда көрсетілген талаптарға сәйкес жұмыс істейтін, өздерін әдепті ұстайтын коллекторлық агенттіктің қызметкерлеріне алғыс айтамыз былайша айтқанда. Алдамайтын болса, әділ болса. Бірақ өкінішке орай бәрі олай деп айта алмаймыз. Ішінде санаулы шығар. Әрине көпке топырақ шашпаймыз, дегенмен соның дерлігі қазір халықтың зығырданын қайнатып шаршатып отыр. Осыған байланысты, осы біздің видеоларымызды көріп жүрген мұсылман өзіміздің бауырларымыз, қара домалақ інілеріміз бен қарындастарымыз болса, әрекеттеріңді жөнге салып, жібі түзу іске көшіңдер. Біреудің ала жібін аттағаннан не пайда? Тапқан табыстарың адалынан болсын. Бүгіннен, осы кезден жұмыстарыңды, қызметтеріңді осындай әрекетпен бастайтын болсаң да, пайданы ғана көріп, қалған адамдардың ар-намысына тиетін әрекеттер жасау сендерге түкке тұрмайтын болса, онда келешекте өкінішке орай сендердің барар жерлерің жақсы болмасы анық. Осы кезде өздеріңнің көштеріңді түзетіңдер, жолдарыңды бір арнаға салыңдар. Имандылықпен өлшенетін, адалдықпен, әділдікпен өлшенетін, адамдықпен өлшенетін жолға салыңдар. Сол. Ал енді коллекторлық агенттіктерде жұмыс істеп жүрген, адал өзіне қызмет етіп жүрген қызметкерлерге біздің айтып жүрген, біздің ашумен айтып жүрген сөздеріңіз бәрі әсер етпесін. Оны өздеріңізге қабылдамаңыздар. Оны қабылдайтын жаңағы арсыз, имансыз коллекторлық агенттікте, немесе коллекторлар, немесе банкте, кім біледі олардың қандай жағдайда жұмыс істеп жүргендерін, соларға бағытталады. Өкінішке орай олар тіпті сот орындаушылармен де байланысып алады. Жаңағы адамдардың дербес деректеріне қол жеткізетін құрылымдар бар. Медицина саласы, ішкі істер саласы, сот орындаушылар саласы, тіпті сот, осы салада адамдармен мүмкін етене байланыстықпен жең ұшына жалғасып, мәліметтерді алып жатқан болуы мүмкін. Ол дұрыс емес. Мұндай мәліметті беріп жүрсеңіздер, жаңа өкілетті органдардың қызметкерлері, оны тоқтатыңыздар. Әлі де кеш емес. Істеп жүрген әрекеттерің дұрыс емес. Нәтижесінде адамдар кәдімгідей шаршап жатыр. Сендер дербес деректерді бересіңдер жаңағы дұрыс емес адамдарға. Олар сосын дұрыс емес әрекеттер жасайды. Ал дұрыс емес әрекеттер нәтижесінде адамдар бекер налиды, бекер шаршайды. Ондай ренжулер жайдан жай кетпейді. Олар өзінің адамдарын табады ертең. Ал оған зиян келтіруге жол салған кімдер? Солар түбі соның назасын тартады. Түзелейік, жөн жолға түсейік, жібімізді дұрыс жолға түсірейік. Жөнді болайық, мынау өмір сүреміз сонда.